дәуірінің мәдениеті мен ескерткіштері. Балалар, ендігі кезекте қола дәуірі тайпаларының Андрон және Беғазы Дәндібай мәдениеттері, сол кездегі адамдардың діні мен өнері және тасқа салынған суреттердің мағынасы жөніндегі өзекті мәселелерді алға тартамыз. Беғазы Дәндібай мәдениеті. Қола дәуірінің кейінгі кезеңінде Қазақстанның орталық аймағын мекендеген адамдардың өзіне тән жаңа мәдениеті болған. Орталық Қазақстанда көп жылдар бойы археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан қола дәуірінің кейінгі кезеңінің өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, оны Беғазы Дәндібай мәдениеті деп атады. Оның хронологиялық мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы 12-8 ғасырларды қамтиды. Бұл атау орталық Қазақстандағы Беғазы және Дәндібай мекеніндегі обаларға байланысты қойылған. Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын жерлеу орындарының көпшілігі оба түрінде кездеседі. Беғазы Дәндібай мәдениеті ескерткіштерінің андрондық қорғандардан ерекшелігі обалары биіктеу болып келеді және ұсақ қиыршық тастар мен топырақтан тұрғызылып, етегі үлкен қақпа тастармен бекітілген. Қола дәуірін жоспарлы зерттеу 1946 жылы басталды. Сол жылы қазақтың біртуар ғалымы академик Марғұланның жетекшілігімен көне дәуір тарихын зерттейтін археологиялық экспедиция құрылды. Қола дәуірінің тайпалары табиғат күштері күнге, айға, отқа және жұлдыздарға табынды. Олар өлген адамдарды жерлегенде басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қаратып, қол аяғын бүгіп жатқызған. Бұл жер ана құшағына барған сәби қалпындағы адам түсінігін береді. Олар өлікті матаушы ажал құдайы Ямаға сыйынып, оны қолына жіп ұстап тұрған қалпында бейнелеген. Ерте қола дәуірінің жерлеу салтында кремация, яғни мәйітті өртеу басым болды. Андрондықтар отқа табынып, мәйітті көкке алып кететін от құдайы Агнияға арнап, құрбандыққа ешкі сойған. Кейінгі қола дәуірінде жерлеудің кесенемен бірге өртеу түрі кездеседі. Қола дәуір адамдарының ойлау қабілеті мифтік дәрежеде болды. Дүниені жарату жөніндегі мифтерде әлем күн құдайы Митраға арнап құрбандыққа шалынған бұқаның мүшелерінен жаратылған делінеді. Сондықтан күн құдайы Митра бұқамен бірдей саналған. Бұқаның бейнесі молшылық, құдіреттілік пен күштің белгісі болып табылады. Адамдар құдайларға жалына құрбандық шалып, ерекше рәсімдер өткізіп отырды. Қола дәуірінде Қазақстанды мекендеген адамдар зергерлік өнер туындыларын қалдырды. Андрондық сәндік бұйымдардың ішінде жиі кездесетіні екі жағы бірігіп келген сақина тәріздес дөңгелек сырғалар. Оларды мыстан жасап, алтынмен қаптап, түкті терімен ысқылады. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта Қазақстанда сәндік бұйымдар жасау өнерінің даму дәрежесі жоғарғы болғандығына орталық Қазақстанның Айбас сағасындағы Алакөл қабірінен табылған түтік тәрізді алтын білезік пен алтын сырға дәлел болады. Сонымен қорыта айтқанда, Қазақстандағы қола дәуірінің өзіндік мәдениеті өз ерекшеліктерін сақтай отырып, Қазақстан аумағына таралып, белгілі бір даму сатыларынан өткен.